Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Жалпы бүгін жастардың атынан өзімнің бір ерекше пікірмен бөлісеміз дедім. Қазіргі жастар біз бірнеше тілді қатар меңгергенбіз. Әйтсе қашанда өз ана тілімізде сөйлейміз. Күнделікті сөйлесеміз. Өз ана тілімізді қашанда бірінші орынға қоямыз. Өз ана тілімізді ерекше құрметтейміз. Әйтсе кейбір өзінің тіл жанашырымын деп санайтын адамдар осы бір мәселеге байланысты түрлі пікірлерін жарыса жазуда. Менің ойымша, әр адам өз ана тілін ерекше құрметтеуі тиіс. Тарихқа жүгінетін болсақ, тарихта да қазақтың осы бір айғайшыл мінезімен қаншама алаш арыстарын құртқаны белгілі. Қазіргі тарихқа да жүгінсек, өз ана тілімізді ерекше құрметтеуіміз керек. Әйтсе ана тілін құрметтеу бұл хайп, атақ, подписчик пен лайк үшін болмауы тиіс. Ана тілін құрметтеу ең алдымен ниеттен басталуы тиіс. Ана тілімізді құрметтейік, өзге тілдерге де ерекше құрметпен қарайық. Қазақ тілінде сөйлеуді хайп пен лайкқа айырбастамауы тиіс. Ана тілін құрметтеу бізге берілген ең үлкен аманат. Сол аманаттың қадірін біле жүрейік.